Ассаламу алейкум, жалпы қадырман қырғызстандықтар, біздің каналдың көршілері, жалпы мекендештер, ассаламу алейкум. Бүгін Ош шаарындабыз. Ош шаарынан сіздерге валюта курсы бойынша, авиабилеттер бойынша маалымат беребиз. Москвага кандай, Бишкекке, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Алматыга канча болот билеттер. Мына бул экрандан көрсөңүздөр болот. Биринчиси бул Москвага туугандар, көрдүңүздөр. 15 000 болот экен билеттер. Бұл жаққа келіш үшін Москвадан Қырғызстанға 11 000, 11 500, 10 500, 12 500 болдат. Бишкек 2400 сом. Так, адан кейінгісі қайсы болды? Санкт-Петербург 16 900 сом кен тоғандар. Екатеринбург 18 400 кен. Новосибирский 16 900 тоғандар. Алматыға 12 000 сом менен ұтсаңыздар болды кен. Авиабилеттер бойынша шундай болды. Видеоға лайк басып, жақшы манай менен көріп тұрыңыздар. Дағы шундай видеолар шықмақшы азыр. Валюта курсы бойынша маалымат берейін. Авиабилеттер бойынша алам десеңер, номерларға чала беріңіздер, номерларға. Қатарынан номерлар тұрады, чала беріңіздер. Мынаға келесіздер. Че болса мынаға чалыңыздар. Мынасына пауза қылып. Қатарынан авиакасса. Көрдіңіздер. Италия, мынау жерде номерлар бар туғанда. Байланыс бересіздер, пауза қылып қалғанына. Азыр мен курс бойынша маалымат берейін. Курстан ал жерде жазылып тұрады. Бақай банк бойынша, анан дағы обмен валюталарда тартып қойғыз. Бақай банкта қанша екен валюта курсы бойынша. Ақша алмаштыру. Исламский финансовый центр. Мына туғандар. Рубль 900-ға көтеріліп қалды, жақсы болды бүгін. Кеше 85 еле, 85. Бүгін айнытып қалды. Доллар 96 болды, сатып алу. 97 болды шөткенде. Кеше. Қазақ теңгесі 125, 210. Машындай болды. Ош шаарында. Лайктан басып, біздің каналға атталып қойыңыздар, ардайым көріп тұрыңыздар туғандар. Подписаться кнопкасын басып қойсаңыздар қатыласыздар. Ош шаарында 105, 905 болады туғандар. Алмаштыру бойынша.